Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Арнайы пәндер оқытушысы Дәулеткалиева Гүлмирам Қосымовна. Бүгінгі сабақтың тақырыбы кітапхана жұмысын есепке алу күнделігін толтыру. Сабақтың мақсаты студенттерді кітапхана жұмысының күнделігін толтырудың дағдысын үйрету. Күтілетін нәтиже болашақта студенттер кітапхана жұмысының күнделігін жүргізе алады. Алдымен кішкене сергіту сәтіне берелік. Алдымен кітапхана жұмысын күнделігін есепке алу үшін оқырман формулярын толтыру керек. Оқырман формулярын көріп тұрсыздар. Әрбір оқырман кітапханаға кіргенде міндетті түрде оқырман формуляры толтырылады. Формулярдың сыртқы көрінісі. Одан кейін формулярдың ішкі бетінің үлгісі. Бұл оқырман формулярында, яғни кітаптың түгендеу номері, бөлімі, тілі, кітаптың авторы, тақырыбы, оқырманның кітап алған туралы қолы, осындай мәліметтер толтырылады. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, кітапханашы оқырмандарға қызмет көрсету үстінде. Және бұл оқырмандарға жаңағы өздеріңіз көргендей оқырман формуляры толтырылады. Бұл формулярлар белгілі бір тәртіппен орналасады. Егер де оқу орнының кітапханасы болатын болса, онда курс бойынша, группа бойынша, оның ішінде алфавит бойынша орналасады. Оқырмандарды есепке алу кітапхананың жұмыс күнделігінде жүргізіледі. Міне осындай жұмыс күнделігі жүргізіледі. Бұл кітапхана жұмыс күнделігі 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім оқырман құрамын және келушілерді есепке алу. Екінші бөлімде кітап беру есебі. Ал үшінші бөлімде көпшілік шараларды есепке алу. Яғни бұл күнделік кітапхананы қызмет көрсету есебінің алғашқы есеп құжаты болып табылады. Сонымен бірге бұл күнделіктің ішінде келу деген мәлімет жүргізіледі. Келуді есепке алу бірлігі, яғни пайдаланушының кітапханаға кез келген құрылымдық бөлімшеге жазылу, қайта тіркеу, басылымды алу, немесе қайтару, пайдалану мерзімін ұзарту, анықтама, немесе бір кеңес алу, жаңа түсімдер мен көрмелермен танысу, кітапханада өткізілетін жаппай іс-шараларға қатысу үшін келуі болып саналады. Жыл сайын күнтізбелік жылдың басында, яғни көпшілік кітапханаларда қаңтар айының басында, ал білім беру ұйымдарында оқу жылының 1 қыркүйегінен бастап оқырмандарды қайта тіркеу жүргізіледі. Енді сабағымыздың практикалық бөліміне кіріселік. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл кітапхана жұмыс күнделігі. Кітапханалардың типіне қарай көпшілік кітапханалар болады, және жоғары оқу орындарының кітапханалары болады. Жоғары оқу орындарының кітапханалары және колледж кітапханаларына да осы күнделіктер арналады. Көпшілік кітапханаларда әдетте олардың мынадай мәліметтер тіркеледі. Жұмысшылар, оқушылар, оның ішінде арнайы оқу орындары, жоғары оқу орындары, қызметкерлер, жұмысына қарай, жасына қарай бөлінеді. Ал енді оқу орындары кітапханалары болатын болса, онда күндізгі оқу нысаны, сырттай бөлім нысаны. Ал егер мектептің кітапханасы болатын болса, онда сыныптарға қарай олардың оқырмандардың құрамы анықталады. Қазіргі мына сіздердің көріп отырғандарыңыз ол колледж кітапханасының кітапхана күнделігі болып табылады. Және бұл күнделіктегі жүргізілген мәліметтер осы мемлекеттік есеп беру
есебінің үлгісіне сәйкес болу керек. Оқу орындарының кітапханалары 2 НК формасына сәйкес жүргізіледі статистикалық есеп, ал көпшілік кітапханаларда 6 НК формасына сәйкес жүргізіледі. Яғни осы күнделікте жүргізілген мәліметтердің барлығы осы статистикалық есепке сәйкес жүргізілуі тиіс. Енді біздер кітапхананың бірінші бөлімін жүргізіп көрейік. Өздеріңіз көріп отырсыздар, оқырман құрамы. Оқырман құрамы әдетте колледжде, яғни студенттер, күндізгі оқу нысаны және сырттай бөлім, оның ішінде педагогтар және басқа да қызметкерлер кіреді. Міне алдымен бұл күнделікті жүргізу үшін бір айдың күндері көріп тұрсыздар. Мысалға, бір айдың ішінде қанша күн бар, соны анықтап аламыз. Қыркүйек айында мысалға 30 күн болуы мүмкін, қазан айында 31 күн болуы мүмкін, осы күндер жазылады. Және күнтізбелік бойынша біздер демалыс күндерін анықтап қойып аламыз. Одан кейін барып, қызыл белгімен қойылғандардың барлығы демалыс күндері. Енді осыларды анықтап болғаннан кейін, мына айтып өткен оқырман формуляры негізінде осы күнделік жүргізіледі. Жұмыс аяғында оқырман формулярын түгендеп санаймыз. Оның ішінде анықтаймыз жаңа оқырмандар саны және қайта тіркеуден өткен оқырмандар санын анықтаймыз. Алдымен оларды курс бойынша бөліп аламыз. Мысалға, бүгін бірінші курс студенттерінде 5 студент келген екен, екінші курста 5 студент келген екен, үшінші курста 5 студент, одан кейін оқытушылар саны 2. Міне осы оқырман формуляры бойынша біздер бүгінгі қызмет көрсеткен оқырмандарды анықтадық. Ол үшін бұл оқырмандарды мына Excel-дің бір тиімді жері бірден қорытынды санын көруге болады. Егер де мына оқырмандарды есептейтін болса, уже 17 оқырманды сіздер көріп тұрсыздар. Оның ішінде 12-сі қайта тіркеуден өткен, оны формулярдың сыртқы бетіндегі бойынша, мәліметтер бойынша аласыздар. Одан кейін жаңа оқырман, әрине бүгінгі келіп ең бірінші кітапхананың есігін ашып, оқырман формулярын аштырған оқырман жаңа оқырман болып саналады. Ал қайта тіркелген оқырмандар, олар екінші, үшінші курс студенттері, олар осы тіркеуде тұрған, бірақ биылғы оқу жылына жаңадан келіп отырған тіркеуге алынған оқырмандарды оны қайта тіркеуден өткен деп есептеледі. Сонымен бірге, мына жерде келушілердің санын көріп тұрсыздар. Бұнда 25, ал оқырмандар саны бүгінгі қызмет көрсеткені 17. Неге бұл жерде 25 деп сұрақ туындайды? Бұл жаңа жоғарыда атап өткендей, бүгінгі келген кітап алған оқырмандардан басқа, кітапты мысалға мерзімін ұзартуға, немесе жаңағы бір көпшілік шараларға келуі, немесе кітаптың бар жоғын білу үшін әртүрлі сұрақтармен осы кітапханада тіркелген оқырмандар әртүрлі сұрақтармен келеді. Міне осы оқырмандар келушілер санына кіреді. Яғни бүгінгі алған оқырмандар, қызмет көрсеткен 17 оқырманнан басқа да сұрақтармен келген оқырмандар осы келушілер санына қосылады. Енді келесі күні, мысалға 3 қыркүйек күні қызмет көрсетесіңдер. 3 қыркүйек күні қараймыз, бірінші курста 5 оқырман, екінші курста да 5 оқырман, сіздерге ыңғайлы болу үшін осы 5 санын алып отырмын. Одан кейін 4-ші курста 2 оқырман, оқытушылар санынан 1 оқытушы келген екен. Енді осыларды біз біріктіріп санайтын болатын болсақ, онда біз 13 оқырманға қызмет көрсеткенімізді көріп тұрмыз. Енді оның ішіндегі қайта тіркеуден өткен 5, жаңа оқырман 8. Енді келушілер санын қарайтын болсақ, 26 оқырманды көріп тұрмыз. Неге? Жаңағы алдындағы айтып өткендей, мысалға кеше 2 қыркүйек күні келген оқырмандар қайта келуі мүмкін ғой. Олар кітапты қайтып тапсыру мүмкін, немесе тағы да жаңа кітаптарды алу мүмкін, басқа да сұрақтармен келеді. Міне осы кешегі тіркелген оқырмандар енді бүгін келіп кітап алса да, немесе тапсырса да, бұлар келушілер санына келіп түседі. Түсініңіздер ме? Ал қалған
жаңағы бүгінгі қайта тіркеуден өткен биылғы оқу жылына немесе жаңа оқырман саны мына 2 графаға түседі. Сонда, яғни оқырманды біздер бір-ақ рет санаймыз. Қалған күндері ол санап есепке алғаннан кейін келушілер санына келеді де тұрады, түседі де тұрады. Түсініңіздер ме? Міне осылайша бір апталық есебін көріп тұрсыздар. Ары қарай қыркүйек айы болатын болса, ары қарай 30-на шейін толтырылады. Сосын осы айдың соңында бір айдың ішінде қанша оқырманға қызмет көрсеттік, қанша келушілер келді, міне осындай мәліметке ие боламыз. Енді осы келесі қыркүйек айы біткеннен кейін қазан айына көшеміз. Қазан айына көшу үшін бір ай ішіндегі мына жердегі қорытынды сан түскеннен кейін келесі мына қазан айына көшеді. Содан кейін ары қарай қазан айын жаңа қыркүйек айы сияқты дәл осылай қылып есептейміз де 2 айдың қосындысын мына соңына шығарып отырамыз. Соңына шыққаннан кейін 3-ші қараша айына есептеген уақытта да осы айдың қорытындысы шығып, сонымен жыл соңына шейін біздер осы күнделікті жүргізіп отырамыз. Түсіндік пе? Енді екінші бөлімін айттық. Енді осы келген оқырмандарға біз қанша кітап бердік? Міне осының саны шығарып отырады. Мысалға, бірінші бөлімде 2-ші қыркүйек күні 17 оқырманға қызмет көрсетсек, міне сол 17 оқырман қанша кітап алды, қанша басылымдар алды, міне соны есептейміз. Міне жоғарыда көріп тұрсыздар, бұл көпшілік кітапханаларда білім саласы бойынша беріледі. Ал оқу орындары кітапханаларында онда ғылыми, оқулық, көркем әдебиеттер, басқалары және мерзімді басылымдар, сонымен бірге көру, тыңдау құжаттары да есептеледі. Міне осы басылымдардың санын есептейміз. Басылымдардың берілу санын, оқырмандарға қанша бір күннің ішінде келген оқырман қанша кітап алды. Міне сол арқылы есеп жүргізіліп отырады. Түсініңіздер ме? Сөйтіп 3-ші қыркүйек, 4-ші қыркүйек деп барлық осы күндердің барлығы толтырылады. Жаңағы айтқандай, бір айдың соңында есептеп шығарылады. Енді мына Excel-де жүргеннен кейін электронный вариантта, бұлай егер де барлығын қосатын болса, мына оқырмандарға берілген кітаптардың санын есептейтін болсақ, міне 58 екені бірден көрініп тұр. Ал егер тігінен есептеуге болады, тігінен есептейтін болсақ, онда мына қорытындыны есептегенде дәл осы сандардың есебі айдың соңына шыға қояды. Жаңағы бірінші бөлім сияқты, бұны да қорытындысын 2-ші айға көшіріп, одан кейін 2-ші айдың басына шығады. Келесі қазан айы болатын болса, қазан айын жаңағыдай етіп толтырып, сонымен қыркүйек айы мен қазан айын қосып, соңына шығып отырады да 3-ші қараша айына көшіп отырамыз. Сөйтіп, әрбір берілген оқырман, бірінші бөлімдегі оқырманға қанша кітап берілді, солардың есебі шығып отырады. Енді 3-ші бөлімде мұнда көпшілік жұмыстардың есебі, дауыстап оқу, библиографиялық шолу, әдеби, тақырыптық кештер, конференция, кітап көрмелері, міне осылардың барлығы да есебі жүргізіліп отырады. Ол кезде өткізілген күні, шараның атауы, шара қай жерде өткізілді, қатысушылардың саны, көрмелердің саны, осы өткізілу барысында оқырмандардың сұранысы қызықтырылатын болса, қанша кітапты, көрмеден қанша кітаптар берілді, өткізуге жауапты, міне осындай мәліметтер тіркеледі. Міне осылайша 3 кітапхананың күнделігі 3 бөлім бойынша осылай толтырылады. Енді сіздерге тапсырма. Бірінші бөлім бойынша оқырмандар құрамын анықтап, осы бір айдың ішінде қанша оқырман құрамы, қалай есептеу жолдарын сіздерге түсіндірдім. Осы үлгі бойынша оқырмандар құрамын санын есептеп шығарасыздар. Әуелі бір күннің есебін шығарасыздар, одан кейін бір апталық, осылай ары қарай жалғастыра отырып, бір айдың есебін шығарасыздар. Сіздерге тапсырманы осы үлгіде жіберемін. Осымен сабақты аяқтаймын. Келесі
Кездескенше сау болыңыздар.